Құрметті тыңдарман, Өмірай арнасының бүгінгі жаңа әңгімесін тыңдап, қолдай отырыңыздар. Айнұр 2019 жылы кіші қызым босанғанда қатты күйзеліске ұшырап, послеродовой депрессия. Өзінен өзі айқайлап, өмір сүргісі келмеді. Тіпті баласына да қарамай қойған болатын. Жолдасына өлемін, өлгім келеді, алып кетші мына баланы, ешкімді көргім келмейді, жақындамашы маған деп, жан ұшырып айқайлайтын. Алайда Айнұрдың күйеуі Мақсат өте ақылды, сабырлы, білімді, ер азамат. Сүйіп қосылған жан-жарына ессіз ғашық болатын. Ең мықты психологтарға барып, сүйіктісінен ештеңені аямай емдетті. Қазіргі заманда Мақсаттай ер азаматтар өте сирек кездеседі ғой. 3 ай бойы Айнұр күйзеліспен арыстандай арпалысты. 3 айдан кейін жан-жарының шексіз махаббатының арқасында есін жиды. Осындай жаны таза, адал, өзін осы бар болмысымен қатты сүйетін күйеуі барына Аллаға алғысы шексіз еді. 3 айдан кейін қызына мейірімі ашылып, балапанын қатты жақсы көретінін ұқты. Бірақ емшек сүті тарап кеткендіктен жасанды тамақ беруге тура келген болатын. Мақсат қызына азан шақырып, Балнұр деген есім қойды. Анасының есіміне ұқсас болсын деп қойғаны ғой. Анасы сияқты сұлу, ақылды болсын деп ырымдап қойған. Балнұр қос ғашықтың 3-ші перзенті болатын. Айнұр мен Мақсат екеуі осы әлеуметтік желіде танысқан. Бізде көбіміз желіде алаяқтар отырады деп шатасамыз ғой. Бірақ бұл жерде де жақсы адамдар жетерлі. Өз басым желіде алаяқтар болатына сенгім келмейді. Әрине мұндайлар көп қой, бірақ мен барлық адамды жақсы жағынан көргім келеді. Тіпті жаманшылық істесе де жақсыға жоруға тырысам. Адам өздігінен жаман адамға айналмайды ғой. Тәрбиемен түскен ортасына байланысты емес пе? Желідегі жақсы адамдардың көп екеніне осы Айнұрдың оқиғасынан кейін көзім жетті. Айнұр Мақсатты кездестіргенде балалық жағынан алған соққыдан шыға алмай адасып жүрген болатын. Міне қызын босанғандағы ауруы да осы балалық шақтағы ауыр соққыдан екенін психологтар айтып отыр. Арада 20 жыл өтсе де, сол көңілсіз күндерін есіне түсіруіне тура келді. Жүрегінің бір бұрышына сақтап қойған дертін қайта қанатып, емдеу оңайға соқпады. Төсек тартып жатып қалды. Алайда жан-жарының қолдауымен мықты дәрігерлердің арқасында бұл дертті жеңіп шықты. Өткен күндеріндегі өкпе ренішін ұмытуға тырысты. Айнұр үйдің тұңғыш қызы болатын. Жылдар өте келе анасы қызын қабылдай қоймады. Әкесі екеуі үлкендердің таныстыруымен үйлене салған болатын. Бірі-бірін құлай сүймегендіктен араларында көп жанжал бола берді. Анасы болмашы нәрсеге төркініне қашатын. Айнұр ес білгелі жанжалдан көз ашқан емес. 10 жасқа толғанда кімнің кім екенін түсініп, ерте есейіп кетті. Ата-ененің қолында тұрған анасы сәл ұрыс болса, Айнұрды тоқпақтай беретін. Тап осы жанжалдың бәріне осы қызы кінәлі дей, бар күшімен тістен ұратын. Қолынан не түссе, сонымен ұрып, оқтау, көсеу, пешке салатын ағашқа дейін лақтыра салатын. Әжесі байғұс қызға жан ашып, келінімен ұрыспауға тырысатын еді. Айнұрды анасы оларға қару ретінде пайдаланды. Себебі Айнұр олардың тұңғыш немересі болғандықтан, ата-әжесі де, әкесі де мені қатты жақсы көретін. Айнұр үнемі мен әкемнің қызы едім деп айтатын. Әкем екеуміздің махаббатымызды анам көре алмағандықтан да мені сабай берді. Менің әкем өте сабырлы, сымбатты кісі болатын. Қазіргі күйеуімді әкеме ұқсатам. Мінезі де барлық жері ұқсайды. Әкем де ер азамат жолықтырғаныма Аллаға мыңда бір шүкір деймін, дейді Айнұр. 11 жасқа толғанда ата-анасы заң түрінде ажырасуға бел буады. Өйткені анасының әбден бажылдасып ұрыса беретіні көбейді. Сол кезде 3 баласы болған. Сонда сот қыз бен 2 бауырын анасымен қалдыратын айтқанда, Айнұр сот залын басына көтеріп жылағаны есінде.
әжесі мен әкесінің қасында қалатынын айтып шырылдаса да, қызды ешкім тыңдаған жоқ. Анасы жұлқылап көлікке отырғызып, көзі шарасынан шығып кете жаздап, шымшылап алған болатын. Айнұр анасын бұрынғыдан бетер жек көріп кетті. Нағашыларына келгенде үйлеріне кірмей көшеде отырып алды. Ұзынан ұзақ көшеге қарап, әкесі мен әжесі алып кететіне нық сенімді болатын. Алыстан көлік көрінсе, әкем екен деп, орнынан қарғып тұрып, секіре берді. Бірақ артынан ешкім келмеді. Осылай қас қарайғанша отырған қыздың жылай-жылай көзінің жасы таусылған. Осы күні Айнұрдың жүрегі тас болып қатып қалды. Анасына деген өшпенділігі күшейіп, тістерін шықырлатты. Қазір ойланып отырсам, мен осы күнге дейін анамның қас-қабағына қарап келіппін ғой. Бала кезімде мектепке кеткенше бар тірлікті істеп тастайтын. Осы әке-шешем ұрыспасыншы, анам жұмыстан келгенде ашуланып, шу шығармасыншы деген ой үнемі санамда жүретін. Екеуінің жанжалына өзімді кінәлап, өмір бойы ұпай жинаумен өтіппін. Мектепте жақсы оқып, өте белсенді оқушылардың бірі едім. Сонда онша-мұнша іс-шараларға жібермейді ғой мені. Көңілінен шығу үшін үйдің бар тірлігін істеп, отын тасып, пешті бақып, ақтап қоятынмын. Ол кезде ауылда газ жоқ. Қыстың күні суды көлден таситынбыз. 10 литрлік 2 шелекпен дірдектеп, ауылдың бір шетінен су таситынмын. Сонда ғана көңілденіп мектепке жібереді. Соттан кейін нағашымның үйіне келген соң, кешке дейін далада отырып, қас қарайғанда үйіне кіріп жатып қалдым. Маған ешкім ештеңе деген жоқ. Не үшін жыладың? Кеш батқанша қайда болдың деп ешкім сұрағанда жоқ. Мүмкін өз-өзіне келсін дегені болар. Жатын бөлмеге кіріп жатсам, жастықтың астында бірдеңе сықырлайды. Қарасам, ажырасу туралы соттың іс қағаз екен. Ішінде анамның арызы да бар. Оны оқығанда мен одан сайын жыладым. Әкемді жазғырып, болмаған нәрсені болды деп шашымнан сүйреді. Түнімен айқай шу шығарады. Күніге ішіп келеді, әркіммен жүреді. Бала шаған ұрады. Масқара, жазықсыз жанға қалай жала жабады екен. Ол хатты оқыған соң, анамды да, нағашыларымды да одан сайын жек көріп кеттім. Бірақ амал не, қайда барам? Әкешім алыста. Мен әкеме де, әжеме де керек емес екенмін деп ойладым. Сол кезде неге артымнан қуып келіп, алып кетпеді? Жақындауға рұқсат жоқ екенін кейін білдім ғой. Адам 3 күннен соң тозаққа да үйренеді дейді. Үйрендім. Осы жақтың мектебіне ауыстым. Бірақ баяғы белсенділігім от сияқты сөніп қалды. Өз алдыма жападан жалғыз жүре бердім. Ешкімге қосылмай, бүкіл әлемді жек көріп кеттім. 6 айдан кейін әке-шешем туысқандарды ортаға салып, қайта қосылды. Бәрі түк болмағандай жүр, бірақ менің жүрегімдегі дақ кеткен жоқ. Анама деген өшпенділігім одан сайын өршіп кетті. Өйткені бәрі жасандылық, ештеңе болмағандай ойнап күліп жүргені. Әп сәтте ұрыс топалаң шығара салатыны, әжеме ауыр сөздер айтып жылататыны бәрін тізбектеп жүрдім. Ол жұмысқа кеткенде үйге көрші әйелдер келіп, анамды жамандағандарын бәрін естіп өстім. Осылай мазасыздық, балалық шағым өте берді. Сол ажырасқаннан кейінде анам 100 кетіп, 100 келді. Айқай шу, жанжал тоқтаған жоқ. Өтпелі кезеңде де ешкім маған көңіл бөлмеді. Әкем көбіне алысқа жұмысқа кететін. Анаммен жанжалдаспау үшін үйден қашып кетеді екен ғой. Сонда менен кейінгі 2 сіңлім, бірінің бар. Оларға бұлай мен сияқты қарамайды. Бірақ мені ғана жек көреді. Неге? Не үшін? Мен анама не істедім? Әкемді ұнатпаса, неге басында ажырасып кетпеді? Екеуінің жанжалдасуына мен кінәлім бе? Осы сұрақ мені мазалай беретін. Тіпті екеуінің үйленген күндерін есептеп, көрген күндерім де болды. Мүмкін мен басқа біреудің баласы шығармын деген ой болды. Бірақ мен әкемнен аумайтынмын.
Жұрттар әкенің аузынан түсе салғансың деп таң қалатын. Бірақ мен туған қыздары болсам, неге мені бұлай шеттете береді? Әлде әжеме ерегесіп істей ме екен? Мектепті жақсы бағамен бітіріп, сол кезде мектептің құрметті оқушысы белсенді деген марапатпен бітірген едім. Арманым көп болды. Универге түскім келді. Менің не армандайтынымды ешкім сұрағанда жоқ. Алайда анамның қас-қабағына қарап, колледжге тапсыра салдым. Оны бітірген соң мемлекеттік жұмысқа тұрдым. Сонда да көп келіп тұратын. Мені сағынғаннан емес, айлығымды сұрау үшін келетін, карточкамды алып қоятын. Сонда менде өз-өзімді бағалау деген мүлде төмен болған екен ғой. Кім не айтса, соны істеп жүре берген екенмін. Мүмкін менің міндетім деп ойлаған болармын. Оқуда да, жұмыста да өте ынжық, өз ойымды жеткізе алмайтын, өзіндік пікірім жоқ болатын. Солай жүріп, отбасы, аяғым ауыр болып қалды. Біреуден жылулы қыз деп, мені шын сүйемін деген адамға сеніп қалдым. Әр жанжал сайын ит қаншық бізді қара бет қылдың, сендей қызым болғанша болмағаны жақсы ет деп көресіні көрсетті. Ішімдегі 8 айлық болғанда үйден безіп кеттім. Қашып кеттім. Әкем алыста, жұмыста болатын. Ол менің мынау жағдайымды білмейді. Перзентханаға барып, табалдырықтың алдында жылап отырдым. Ешкім жоқ. Жалғыз өзім, бүкіл әлем маған теріс қарап, қабағын түйіп тұрғандай еңкілдеп жылай бердім. Бір кезде жасы үлкендеу, әдеміше келген дәрігер шығып, «Қызым, не болды? Неге жылап отырсың? Ішің ауырып тұрма? Неге жалғыз жүрсің?» деп қолымнан ұстап тұрғызғанда, мен танымайтын адамды құшақтай өкіріп жылап жібердім. Ішім толып қалған, таусылар емес. Мың болғыр дәрігер мені ішке кіргізіп бөлмесіне әкелді. Су беріп, тыныштандыратын бірдеңе берді. Ештеңе сұраған жоқ. Өте ақылды кісі екен. Күйеуің қайда, атанаң қайда деп ештеңе сұрамады. Мен өз-өзіме келгенше үндемеді. Бос палатаға келіп, барлық жағдайымды жасап берді. Мен шаршап, ұйықтап қалыппын. Таңертең тұрсам, сөреде бір дәптермен қарындаш қойып кетіпті. Не деген ақылды кісі. Өзі сұрауға, мені қысылмасын дегені ғой. 3 бет қып хат жаздым. Жазып отырып, жылап отырым. Көз жастарым дәптерге тамып, сияларын ертіп жатыр. Бәрін жаздым. Ештеңе жасырмадым. Медбикеден дәптерді беріп жібердім. Аздан соң дәрігерім палатаға кіріп келді. Қорқып кеттім. Қазір қуып жіберетін болды ғой деп ойлап тұрмын. Ол да жылағаны көрініп тұр. Бетіндегі бояуы өшіп кеткен. Маған «Баланы туғың келе ме?» деп төтесінен сұрақ қойды. Әрине туғым келеді. Қандай жағдай болса да, мен баламнан бас тартпаймын, дедім. Болды онда. Қызым, еш алаң болма. Босанғанша осы жерде жата бер. Саған өзім қамқор боламын. Енді жылама, жарай ма? Дені сау бала туғың келсе, жылама құлыным, дегенде мен тағы құшақтап өкіріп жіберіппін ғой. Ол да мені құшақтап, өз қолымен көз жасымды сүртіп, маңдайымнан сүйіп, шығып кетті. Не деген мейірімді жан десеңші, шіркін. Неге мені анам осылай қолдамады екен? Неге анам менің әр көз жасымды осылай алақанымен сүртпеді? Анамның ыстық алақанын сезінбей өттім ғой. Өмір бойы ана мейіріміне шөлдеп келдім ғой. Сөйтіп дәрігері мені 1,5 ай бақты. Өзі құжаттарды реттеп, босануға қауіп деп диагноз қойды. Дәрігеріме Алланың нұры жаусын, осындай мейірімді, ақ халатты абзал жандар көп болсын. Өмір бойы риза болып өтем. 2013 жылы аман-есен қыз босанып алдым. Қызымды аман-есен босанып алдым, бірақ жатырға суық дегендіктен баланың көзі іріңдеп, бөлек өздері қарады. Мен тек емізуге баратын едім. Бар күшімді жинап, әкеме хабарластым. Әкем естімеген екен. Мені жұмыста деп алдаған көрінеді. Тұтқан алып, қызым, қалың қалай? Жұмысың қалай? Неге жаңа жылға келмедің? Мен сені күттім ғой.
дегенде жылап жібердім. Папау, папау, мені кешір. Мен қазір жалғыз емеспін. Қызым бар. Перзентханада жатырмын дегенде әкем тұтқаны қоя салды. Біттім. Мен енді әкеме де керек емеспін. Менен теріс айналды. Мен не істедім деп ойыммен арпалысып жатқанда әкем қайта хабарласты. Арада 20 минуттай уақыт өткен. Тұтқан алуға қорқып, қолым қалтырап, әрең алдым. Әке, енді сізде мені жек көресіз бе? Мен сіздерді жерге қараттым. Одан да өлгенім артық еді, әке, деп әкемнен бұрын сөйлеп жатырмын. Әкем, қызым, бала аман ба? Иә, аман, әке. Осы 20 минуттың ішінде мен бір өліп, бір тірілдім. Кештім, қызым. Сен де бізді кеш, қызым. Біз өз мәселемізбен басымыз қатып жүріп, сені тәрбиелеуді мүлдем ұмытып кетіппіз. Кешір, мен де бейбақ әкеңді кешір деп, әкем де даусы дірілдеп жылап тұрды. Балаңды алып, үйге қайт. Балам, сендерді анаңнан қорғауға өзім уәде беремін, дегенде мен қуаныштан өкіріп жыладым. Әкемнің сөзі маған үлкен күш-қуат бергендей. Сол күні кешке төменгі қабатта айқай-шу болып жатты. Мен сыртқа шығып қарасам, анам мен әкемнің қарындасы екен. Перзентхананы бастарына көтеріп айқайлаған соң, мені төменге шақырып алды. Ол жерде де аузына келген айтып, сен де бір шіріген жұмыртқа, біздің әулетке бұндай болған емес, сорлы қаншық, бізді жерге қараттың деп, шешем ұрып жатыр ғой мені. Сол жердегі медбикелер мені ажыратып алды. Сабырға келген соң шешем, жарайды, білгеніңді істе. Қазір үйге барып, киімдеріңді ал да, біз саған осы қаладан пәтер жалдап береміз. Ауылға қараңды көрсетпе, деді. Сонда әкем оларға мені алып келіңдер деп жіберген екен. Әкем екеумізді сөйлестірмей әкемнің үйіне алып келді. Баламды перзентханаға 1 сағатқа қалдырып кеттім. Онсыз да бөлек жататын еді ғой, өзіміз қараймыз деген медбике. Әкемнің үйіне келген соң қайта қысым жасады. Парақ пен қарындаш беріп, баладан бас тартамын деп жаз дейді. Өлсем де жазбайым, баламнан бас тартпайым дедім. Сен әлі жазсың, әлі талай бала туасың, некесіз бала кімге керек, деп тап бір көшедегі мысықты айтып тұрғандай былқ етпейді ғой шіркін. Бұл бала аяғыңа тұсауы болады, бізге де кедергі болады. Сен жұмысқа тұру керексің. Карьера дей бергенде, мен карьерамды ойласаң, баяғыда қайда болдың? Менің универге түскім келгенде неге жанымда болмадың? Менің не армандайтынымды неге сұрамадың? Неге мұғалімдердің мені мақтап шырылдаған дауыстарын естімедің? Деп неше жылғы жиналып қалған бомба жарылды. Сен деп сөйледім, айқайладым, қолыма түскенді лақтырдым, шашым жалбырап, алқам-сылқамы шықты. Олар мені сыртымнан құлыптап тастады. Торға түскен кептердей тыпырлап қалдым. Қызымды ойлап өліп кете жаздадым. Аллай, осы баласын тастаған аналарға түсінбейм. Қалайша көздері қиып тастайды екен. Тыпырлап жатқан тірі жанды қалайша пакетке салып, қоқысқа тастайтына миым жетпейді. Баяғыда ауылда сиыр туғанда баласын үйге кіргізіп қоятынбыз. Күн суық болғандықтан үсіп қалмасын деп 1-2 күн пеш дамға кіргізіп қоятын әжем. Сондай мал екеш, малдың шырылдағанын көрсеңіз, түнімен баласын іздеп мөңіреп шығады ғой. Сол түні мен де ботамды іздеп еңіреп шықтым. Таң атпайды. Ботақанымды 1 ғасыр көрмегендей сағынып, емшегімнен сүт атқылайды. Таң атысымен терезеден қашып кеттім. Қыс болатын. Ол кезде қазіргідей көлік те жоқ қой. Құдай қарасқандай, мен шыға келе бір көлік келе жатыр екен. Жолдың ортасына қос қолымды жайып тұра қалдым. Шиқылдап барып тоқтады. Түсе салысымен, сен қыз есіңнен алжасқансың ба? Жер тайғақ, тоқтай алмай қалсам не болар еді деп, бірдеңелерді айтып ұрсып жатыр. Жүгіріп барып көлігіне отырып алдым. Ол да отырып бетіме үңіле қарады.
Ештеңе айтпасам да бәрін түсінді. Өйткені мен қалшылдап отырғанмын. Түнімен жылап, бет-аузым ісіп кеткен. Өлім мен өмір арасында отырғанымды сезді. «Қайда барасың, қызым?» дейді сабырлы үнмен. «Перзентханаға, қызым, ботам. Ол жақта менің ботақаным қалды. Түні бойы емген жоқ. Ағай, жалынайын, мені сонда апарыңызшы» деп, тістерім сақырлап жылап жатырмын. «Жарайды, қызым, тек сабыр сақта. Болды, сабыр сақта. Терең демала ғой». «Ох, иә, осылай қызым. Жарайсың. Ал енді кеттік» деп, көлігін оталдырып жүріп кеттік. Перзентханаға кіргеннен балапаныма жүгірдім. Түнде шешем ұрлап кеткен шығар деп ойладым. Алаңсыз ұйықтап жатыр екен. Тастай бетімен сүйгенімде оянып кетті. Қолыма алып ұрлап отырып еміздім. Енді 1 сағатқа да баламнан ажырамаймын деп өзіме серт бердім. Мың болғыр дәрігерім бір туысының үйіне орналастырды. 3 ай сол жерде жаттым. Өмірімде көрмеген адамдар маған түк те қатысы жоқ. Жомарт жандар мені күтіп бақты. Ботам екеумізге киім әперіп, көңілімізді көтерді. Телефон әперді. Себебі сол күні шешем телефонымды алып қойған болатын. Кішкене ойым бөлініп, әлеуметтік желіге кіріп, өмірге деген құлшыныс пайда болды. Алдыма мақсат қойдым. Мен қайткенде де өз мақсатыма жетем. Қызымды ешкімге бермей өзім жетілдірем. Ешқашан қызыма қол көтеріп, қатты сөйлемеймін дедім. Осылай өмірге жаңа көзқараспен қарап жүргенімде, мен мақсатпен таныстым. Сенесіз бе? Біз мақсат екеуміз 2 кездескеннен үйлендік. Бірінші әлеуметтік желіде сөйлесіп жүрдік. Сол кезден мен мақсатты нағыз ер азамат екенін білдім, сездім. Өйткені ешқашан артық кетпейтін, яғни артық сөз жазбайтын. Мен барлық өмір баянымды осы телефон арқылы айтып бердім. Қызымның бар екенін айтқанымда, бұл тағдыр ғой, оған қыздың не кінәсі бар? Сенің де еш кінәң жоқ. Саған мейірім бермеген атанаң кінәлі. Бірақ сол мейірімді саған мен бере алам. Алла қаласа үйленіп жатсақ, аялап өтуге уәде беремін деген. Және де сол сөзінде тұрды. Мақсатты бірінші көргеннен ақ менің адамым екенін сездім. Кездесуге барғанда өте сыпайы, дөрекі қылық жасамай, мені төсекке сүйремей, үйге дейін шығарып салды. Екінші кездескенде ол маған ұсыныс жасады. Қызыңды да, өзіңді де өмір бойы аялап өтемін деді. Мен қабылдадым. Білмейм, мақсатқа сендім. Сөйтіп, қызым 5 айлық болғанда екеуміз үйленеміз деп шештік. Әрине, бәрі қарсы болды. Ит те болса мені дүниеге әкелген атанам ғой деп, алдарынан өтуге бардым. Жалғыз өзім. Себебі анам мақсаттың көзінше оттап отырса, ыңғайсыз жағдайда қалатын шығар деп ойладым. Барғанымда қайтейін, қарсы болды. Оған тиюіңе жол бермейм деп тістенді. Жігітінің отбасына барып, айтамын деп қорқытты. Ол алаяқтан тағы бала туып отырмақсың ба? Деп мақсатты қаралады. Бірақ мен бір сөзінде елеген жоқпын. Әкем батасын беріп шығарып салды. Әкеме, папа, неге анам мені жек көреді? Мен оның тұла бойлы тұңғыш емеспін бе? Неге әке? Себебін сіз білесіз бе? Деп сұрадым, кетіп бара жатып. Әкем, қызым, несін сұрайсың? Ол тек сенің емес, менің де өмірімді тозаққа айналдырды ғой. Сендер үшін шыдап жүрмін, дейді әкем. Кетіп қалған жерімнен, қайта келгенімде содан, сендерді ұрып өлтіріп қояма деп қорқатын едім. Бұл жалғанда көкбет қатынды жеңу мүмкін емес екен ғой. Оларды ұрған сайын күш жинай береді екен ғой. Мен оны адам қыламын деп талай тырысып көрдім. Бірақ болмады. Қолымнан келмеді. Кешір қызым, осындай ынжық әкеңді кешір деп, қол орамалмен көзін сүртіп жатты. Негізі менің анам ауқатты отбасынан шыққан. Анам 7 жасында әкесі қайтыс болып кеткен екен. Содан анасы осы жалғыз қызбен күйеуге тимей, сол шаңырақта қалып қойған. Өте ерке өскен деседі. Ата әжесі шолжаңдатып, сұрағанын әперіп отырған. Анасын адам қатарына санамаған екен.
Содан туыстарының араға түсуімен менің әкеме тұрмысқа шыққан. Үлкен әулетке келін болып түскен екен. Ең алғашқы көрген келіндері болған соң, ата әжемде еркелетіп, сол еркелікті көтере алмай қалған көрінеді. Әжем, үлкен келін, бұл келіннің жолы үлкен деп, онша-мұнша құдалық беске де апарып, сол сыйластықты анамыз көтере алмай, әжемнің өзіне секіретін болған. Тепсе темір үзетін әкемді де жүнжітіп, әбден басып, таптап тастаған. Әкем байғұс балаларым жетім қалмасын деп, қаншама қателіктерін кешірген. Тіпті анам не айтса да басын изеп отыра беретін жағдайға жеткізген. Қазақта айтады ғой, ұлым жаман болса, келінім жақсы болсын деп. Сол айтпақшы, барлық нәрсе әйелге байланысты ғой. Мен Мақсатқа тұрмысқа шығарда әрине қорқыныш болды. Себебі ол жақ мені қалай қарсы алады деген үрей санамнан шықпай қойды. Осы қорқынышымды Мақсатым сезіп, жаным қорықпаш, бәрі жақсы болады. Ең бастысы, мен сені жақсы көрем. Анам да менің таңдауымды қолдап, әкеле бер деп отыр. Анам қарсы болмаса, басқаның сөзі мені қызықтырмайды деп, қолымды ұстағанда, көңілім тынышталғандай болды. Осындай ұлды тәрбиелеген ананың жақсы адам екенін сездім. Қызымды уақытша дәрігерім алып қалды. Орналасып болған соң алып кетерсің деді. Негізі қыздарға айтарым, анасын сыйлаған жігітке тұрмысқа шығу керек. Егер ол өзінің анасын сыйлап тұрса, әпке қарындасын сыйлап тұрса, оның әйеліне деген көз қарасы сондай болады. Әйел адамды сыйлауға деген мәдениеті жоғары болады. Саған кейбіреулерге ұқсап зат сияқты қарамайды. Онда ер азамат әйел баласын әлпештеп, өзіне Алланың берген аманаты деп санайды екен. Аллаға шүкір, менің бала кездегі көп жылағаным үшін, көрген қорлығым үшін, бауыр етім баламнан бас тартпағаным үшін, Алланың маған жіберген нығметі шығар деп ойлаймын. Дәрігер мен шопырағаны да Алланың сыйлығы деп есептеймін. Мақсат маған үйленерде анасына мен туралы айтқан екен. Сонда анасы, бізде артық бала жоқ, өз немеремдей қараймын, еш қысылмай әкеле бер балам деп батасын берген екен. Не деген ақылданы. Мені табалдырығына әкелгеннен жылы қарсы алып, маңдайымнан иіскеп, қош келдің қызым, енді сен менің қызымсың дегенде, қуанғанымнан жылап құшақтап алдым. Мені бәрі жақсы қарсы алды. Бәрі қуанып жүргенін айтпаса да көрініп тұрды. Беташар жасап, барлық жөн жоралғы жасалды. Мен бақыт дедім. Аллаға сансыз шүкірлігімді айтып, өз бақытымнан өзім қорқып жүрдім. 3 күннен соң қызымды алып келдік. Бәрі айналып толғанып жатыр. Өте балажанды, мейірімді отбасы екен. Мен бұндай отбасы болады деп, 3 ұйықтасам, түсіме кірмепті. Түсім шығар деп ойладым. Қазір анам кеуіп, оятып жіберетіндей үрейде жүрдім. Алайда кеуім мен енемнің мейірімділігінің арқасында бұл үрейден құтылдым. Жылы сөздің арқасында өзгердім. Апам, енем жолдасымның таңдауына үлкен құрметпен қарады. Аяғым ауыр кезде жанымда болып, менімен қосыла толғатып, қосыла жылайтын. Апам екеуміздің ортақ бақытымыз. Ол кісі ұлының жүрек тыныштығын, мен жолдасымның жүрек тыныштығын бірінші орынға қойдық. Жолдасымды, апамды бірінші орынға қойды. Ауырып қалса, шырпыр болып, аяғын жылы суға салып, уқалап беріп, анасын қатты құрметтейтін. Жолдасыма қарап, жақсы тәрбие алдым, апамды анам деп есептедім. Қасына келіп, апау, сізді бұдан былай мама деп айтсам бола ма деп рұқсат сұрадым. Әрине құлыным, қалай атағың келеді, солай айта бер қызым деп құшақтағанда, сондай бақыт дедім. Құшағын еткен жұмсақ, жібергін келмейді ғой шіркін. Бір өкініштісі, апамдар басқа облыста тұрды. Мақсаттың жұмысы осы қалада болған соң, бізге бөлек тұруға тура келді. Бірақ апам көп келіп тұратын. Апам келгенде, жас балаша қуанып секіретін едім. Әй, тентегім ай деп күлетін еді Мақсат. Біз Мақсат екеуміз өте тату тұрдық. Бірақ арамызға қанша адамдар іріткі салғысы келген сайын, екеуміздің махаббатымыз күшейе түсті.
Кейде үйге құрдастары келіп қалса, мен нан жайып, Мақсат картоп ашып отырса, ой, қатының тірлігін істеп, не көрінді сонша деп шағып алатын. Сонда Мақсат, сен құсап қатын ұрғанын жақсы емес пе, деп әзілге айналдырып жіберетін. Менің артымда алынбас қорған барына қатты қуандым, өте балажан. Әсіресе қызымды бауырына баса білді. Періштенің не кінәсі бар, бұл періште ғой деп айналып толғанатын. Қазір үлкен қызым 3-ші сыныпта оқиды. Сабағына тек әкесі қарайды. Айтпақшы, біз үйлене салысымен Мақсат қызымызды өз тегіне ауыстырып алды. Ешқашан өткен өмірім туралы менің бетіме басқан емес. Қазір 4 баламыз бар, Аллаға шүкір. Тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Көз тимесін. Бал нұрымды босанғандағы күйзелісімді де шыдамдылықпен жеңіп шықты. Мен сол кезде қатты ауырдым. Тіпті орнымнан тұра алмай қалдым. Сонда Мақсат мені әжетханаға өзі көтеріп апаратын. Ауырып жатқанда, тастап кет мені, кет үйден, сені көргім келмейді деп айқайлаған күндерім болды сандырақтап. Соғанда төтеп берді ғой, батырым. Мені ханшайымым деп атайтын. Алғаш үйленген жылдары анам келіп шу шығарғанда, менің отбасынан аулақ жүріңіз, енді Айнұрға тиісуіңізге жол бермеспін, деп мені қорғап қалды. Қорытындылай келе, бұл кейіпкерім қазақтың өте қайтпас қайсар қыз екен. Осыншама сынақты жалғыз өзі көтеріп, соңында бақытқа кенелді. Сабыр түбі сары алтын деген осы болса керек. Ал ендігі өмірінде жан-жарымен, бала шағасымен бақытты ғұмыр кешсін. Көпшілікке сабақ болады деп ойлаймын. Әрине, жастар оқыса, ерлі-зайыптылар ажырасар кезде бірінші өз көкіректерін емес, бала шағасын ойлау керек. Ата-ананың арасындағы жанжал балаға кері әсерін тигізер анық. Олар үндемегенмен іштей уайымдайды. Бала тәрбиесі туралы көп сөз қозғалады. Өйткені кез келген бала бақытсыз балалық шақтан психикасы бұзылады. Ауыр соқ қалады. Ондай соқ қалған бала өскенде өзін өзі таппай адасып жүреді. Бала өз-өзіне сенімді болсын десеңіз, кез келген ортаға тез сіңіп кетсін десеңіз, онда балаға көп мейірім беріңіз. Қанша қателік жасаса да ұрсып жазғырмаңыз. Сол қателіктен ол сабақ алады, ал қателік жасамаса сабақты қайдан алады? Ең болмаса 18 жасқа дейін дұрыс тәрбие бере алсаңыз, ары қарай өмір өзі тәрбиелейді. Құрметті тыңдарман, зейін салып тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Өз ойыңызды, өмірден түйгеніңізді төменге жаза отырыңыз. Келесі әңгімені жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз.